Шах мырза сотта Айзаға 4 миллион айыппұл салды. Шах мырза мен Айза арасындағы жанжал сот шешімімен аяқталды. Шах мырза мен Айза 10 айдан бері сот табалдырығын тоздырып жүр. Олардың арасындағы дау әлі де біткен жоқ. Шахкері мырза да, Айза да бір-бірімен айтқандарынан қайтпастан соттасып жүрген болатын. Айза әлеуметтік желідегі сторис арқылы соттың аяқталып, Шахкерімнің сотта жеңіске жеткенін хабарлады. Яғни Айзаға 4 миллионның айналасында айыппұл салынды. Айза бұл ақшаны Шах мырзаға қайтарам деді, бірақ аз-аздан. Ол өз сторисінде бір болайық жобасының жоспарын бұзғанын айтқан. Көрермендер дауыс бергеннен кейін, оны 2 аптадан кейін қайта жобаға оралу үшін жобадан шығаруға тура келген. Бірақ Айза бір болайық жобасына қайта оралудың орнына Қосылайық реалити шоуына кеткен болатын. Ол алдымен ізбасарға үміткер ретінде келіп, кейін қатысушы ретінде қатысты. Бұл бір болайық пен Айза арасындағы келісім шарттың бұзылуына себеп болды. Бір болайықты үлкен шығынға ұшыратты. Нәтижесінде Шахкері мырза Айзаны сотқа береді. Естеріңізге сала кетейік, Айза бір болайық реалити шоуын үлкен шығынға ұшыратып күтпеген жерден Қосылайыққа кеткен болатын. Ол Қосылайыққа қатысқан кезде Шах мырзамен жанжалдасып қалады. Тіпті оған талай айып тақты. Олардың арасындағы кикілжіңге Диана ханым араласып, Айзаға өтірік айтпа, кінәңді мойында деді. Сосын Айза осы жайттарға өз нүктесін қойды. Бірақ Қосылайықта да үлкен даудың ортасына түседі. Сұлтан қатысушылардың кейбіріне ескерту айтады. Айза Сұлтанға қарсы шығады. Ол Сұлтанға сен әніңді айт дейді. Ашуланған Сұлтан Айзаны эфирден қуып жіберген болатын. Естеріңізге сала кетейік, Айза қазір көптеген қиындықтарды бастан кешіріп жатыр. Күйеуі Сұлтан жүкті Айзаны тастап кеткен болатын. Бұл туралы ол Инстаграмдағы стористарында жариялады.